Бүгінгі келбет хабарында Әнуарбек Мұхамеджанұлы Балғожинмен танысасыздар. Абай атамыз сен де бір кірпіш дүниеге кетігін тапта бар қалан деп, ғұлама ойды екі жол өлеңге сыйғызған ғой. Осы өлең талабынан шығып отырған Әнуарбек Мұхамеджанұлы жергілікті ұлт өкілдері аз баратын, тіпті сирек баратын мамандықтың бірі инженер құрылысшы. Адамның бойындағы асыл қасиеттерінің бірі өз мамандығына тұрақтылық деп атайтын болсақ, бұл тұрақтылық Әнуарбек Балғожинда бар. Олай дейтініміз, саналы ғұмырының 42 жылын осы мамандыққа арнаған. Ұлан ғайыр мүмкіндік кез келген адамға беріледі. Ал осы мүмкіндікті көп жан дұрыс пайдалана білмейтіні қиын. Тіршіліктің әрбір таңын құлшынысқа толы еңбекпен бастаған жан ғана өзінің өмірден алатын сыбағасына ие болатыны ақиқат. Ал Әнуарбек Балғожин өте еңбекқор жан. Ұнатпасаң ұнатпа мені мейлі, одан менің ештемем кемімейді. Мен де саған жағам деп талпынбаспын, мұның атын адамдар өмір дейді. Қазақ өмірі өзен деп деген айтпаған ғой, оның әрқашан жол болып, жол теп-тегіс тақтай болды деп айту қиын. Бұл біріншіден соғыста әкеміз қайтыс болды. Оның екіншісі бірдей сол соғыстан оралған жоқ. Соғыстан кейін көп жетім бала, жесір әйел көп, соның бірі болып өстік. Соған қарамай енді шешеміздің ақылының талабының арқасында біз бәріміз де, менің ең үлкен апам соғыс жылдары педучилищені бітірді осы Павлодардан, одан кейін апам Алматыда пединститут бітірді, мен өзім Новосибирскте құрылыс инженерлер институт бітірдім. Енді әлгі қазақта айтады, қай халық болсын айтады ғой, маңдайыңа не жазылды соны көресің деп. Енді кейде содан аспай қалған шығармыз, кім біледі. Ал енді мен өзім өте жол болғыш кісі болды деп айта алмаймын. Өйткені бірінші мектеп бітіргенде мен алтын медаль алуым керек еді. Мен бірінші 10-шы класс болды да, сынып болды да, біз соны бітірдік дегі мұғалімдердің тәжірибесі болмағандықтан, олар районаға бұларға өтініш бермепті, біз осындай кандидат бар деп. Оларға өтініш бермесең, өтпей қалады екен, олар өзі қатысу керек екен сол кездерде біреуі. Сонымен одан қалдық. Одан кейін Новосибирскте оқып жүргенде маған осы ғылыммен айналысуды көп тілек етті мұғалімдер. Бірақ мен онымен айналыса алмадым, өйткені менің өз елге қайтып көрем болды, керек болды. Біріншіден шешем мені кішкентайынан тәрбиелеген, мен оны Новосибирскке алып бара алмаймын ғой. Ғылым жолына мен түсе алмадым. Әнуарбек Мұхамеджанұлы соғыс алдында өмірге келген ұрпақтың бірі. Балалық балдәурені сұрапыл соғыс кезеңіне тұспа-тұс келіп ерте сейген баланың бірі және бірегейі. Мұхамеджан ақсақалдың жалғыз баласы кішкене кезінен алғыр, тиянақты болып ержетеді. Көз қуанышы баласына риза анасы Шәмен болашағынан үміт күтеді, беделді адам болатынына сенеді. Меніңше ешбір адам ешқашан өзінің анасының артқан үмітін ақтадым деп айта алмайды. Өйткені ананың арманын, ол кісінің алып түнексін төрт болып дейді ғой қазақ. Сөйтіп өсірген еңбегін әсіресе, мен әлгі шешемді айтып отырмын ғой, біз өзі жесір жетім бала, бәрімізге бірдей сондай білім алуға тура мәжбүр етті. Бәріміз де жақсы оқыдық, бірақ өзі сол бейнеттің бәрін көріп отырып, осы біз тәрбиелеп шығарды. Адам дүниеге келгенде тағдыры маңдайына жазылып қоятыны рас. Адам сол жазудан аттап кете алмайды және оны қайта жаза алмайды. Өмір жазуы деген сол. Ал Әнуарбек Балғожинді осы өмір жазуына риза адам деп айтуға болатындай. Адамның өмір жолын көлік жолымен салыстыратын болсақ, Әнуарбек Балғожиннің өмір жолын бұралаңы мен бұлтарысы жоқ, түзу соқпақ деп айтуға болатындай.
Әнуарбек Балғожин Қазақстанның ірі энергетика құрылысы саласында абыройлы жұмыс істеп, бедел жинаса, және бір кереметі ол кісінің іс тәжірибесінің шетелдерге қажет болғандығы керемет. Оның бір куәсі бұл кісінің Вьетнам елінде 5 жыл өмір сүріп жұмыс істеп келгені. Мен сол Вьетнамда жүргенде бір қызығы менің өз тілге деген құмарлығым бар. Сонда жүргенде сол халықтың әдет ғұрпын, тілін үйренуге тырыстым. Бірте-бірте сонда өтетін мәжілістерді, мен өзім көп мәжілістер өткізіп жүрдім сонда. Солардың көбін мен солардың тілінде өткізуге жарап қалдым. Өйткені оның бәрін жетік білмесем де, мен енді сұрақ қоям, сосын олар жауап береді. Сол айтуы оғам. Менің айтқандарымның бәрі дұрыс болып жатыр, дұрыс болмай жатыр, олар ұғады. Сондай хал келетіп, өздері айтатын, сіздің айтқаныңызды біз ұғамыз, сіз осы біздің тілімізді, біздің мәдениетімізді ерекше қарайтыңызды, біз сыйлаймыз деп, солай деп айтып жүрді вьетнамдықтар өздері. Соларға мүмкіндіктер болса, мына жанұямен мені әртүрлі өздерінің курорттарына апарып, Фамбандунг деген председатель совмина болды, соның датчысы дейді, демалатын жері, соған да апарып, демалысты әртүрлі пляждарын апарып. Енді ерекше, олардың енді ерекшеліктері қандай? Енді әсіресе есте қалатын бір жағдай. Бізді Иосиф Кобзон келді да Ханойға. Сосын бізді жақын жердегі совет мамандарын әйелдеріменен шақырды. Біздің группаға сондай екі билет берілді. Ona Әрімкеше екеумізге, сосын бас совет эксперті. Мен ол кезде, мен бастапта барғанда бас совет экспертінің құрылыс жөнінде орынбасарымын да. Артынан бір жылдан кейін мен оны бірінші орынбасар қойған. Сол екі семеймен бардық, билеттерімізге қарасақ, бәрі жұп нөмір. Сосын біз ойладық, біздің арамыз көздердің бір әлгі үндеместерін отырғызбақшы деп бардық. Опера балет театрында концерт болды. Сосын енді қарасақ, театрда дәқ нөмір жоқ, бәрі жұп нөмір ғана. Екіншіден, мысалы, олардың қайтқан адамды қоюы. Қайтқан адамды қойғанда, соны зират басында өздерінің белгіленген адамдар бар, дәстүрді бәрін білетін. Солар кісіні қойғанда, әлгі жатқан кісі басын көтерсе, баяғы бір кезде ақыр заманда ма қай заманда басын көтерсе өзінің үйінің есігін көру керек. Міне сондай себеп. Бірден солай қояды. Сосын кісіні қойғаннан кейін 2 жылдан кейін әлгі кісіні алып шығады көрден, сүйектерін алып шығып, соны куклю деген олардың өздерінің арағы, орыстың самогоны сияқты, әлгі күріштен жасалған және жіптер таза жақсы арақ. Соныменен жуат та әлгі сандыққа салады. Оны реттеп салатын біз кісі болу керек. Сол реттеп салып, сосын ол сандықты ауласында қоюға болады, төбесіне қоюға болады, болмаса қайтадан апарып қабырғасына көмуге болады. Мінекей ерекшеліктер. Және олар мынау біреу қайтыс болса, соның ең жақын туыстары ғана катафалкты біреулері алға сүйреді, әлдері баяғы қарсы болған болып, артқа итерген болып шегініп жүреді. Қалған адамдар күңіренбейді. Олар мысалы сол топтың арасына келіп күлімсіреп келетуі де мүмкін. Өйткені олар біреудің қайғысына күңіренсең, өзің басы келеді деп ойлайды екен. Міне сондай, сосын енді олардың енді бір жақсы жері осы жымиып күле салу. Осы жымиып күле салу. Көшеде танымайтын кісіге көзін қарап, тоқтатып қарап келе жатсаң, әлі күлімдеп қолыңды алады. Өздері айтады, күлімдеудің 36 түрі болады дейді. Ол бір, енді екінші бір таңғалдырғаны, неге 85 жылы Вьетнам армиясының 40 жылдығы болды. 40 жылдығы болды. Соған бас совет эксперті Москваға командировка кеткен, әлгі біздің делегациямен басқарып қалдым. Соны анандай жерден қарсы алып, әлгі ылғи алып
енді полковниктер, генерал корпусы тұр, сол келіп амандасып. Осын бір кезде табаққа салып, бір жыланды алып берді. Жылан тірі. Осын әлді менің алдыма алып берді, бас көтеріп, маған қарайды жылан. Сосын айттым, ода мінекей сіздің құрметіңізге сойлайын деп тұр деп. Сосын келіпті, әлгі жыланды алды да жерге бұрып қалды. Осы Рымкешке айтты, ұстап, мынаны суретке түс деп. Рымкеш қолы дірілдеп, зәресі қалмай, әлгі пленкамен бұлай ұстап, ақыр сурет шықпай қалды, бәрі дір-дір етіп. Солай болған. Бастарды қиын, оның ең қызығы жыланды бауыздап, стақанға бұлай қанын аударды. Қанын аударғанда бір 100 граммға жетер-жетпес қан шықты. Қаны қып-қызыл жыланның. Әліні маған берді. Мен зәрем шығып кетті, жылан өмірімде қан ішіп көргем жоқ. Әсіресе жылан жек көргем жоқ. Сонымен қоймай жыланның қанын ішіп кетті. Осыны тілмәш сыбырлады. Бұл үлкен құрмет. Ішіп жеріміз түгетпейді. Ойладым, достар, ішіп атыр өлген жоқ қой, мен де өлмесіп қалды. Қарды тартып беріп, енді бір 15 минуттан кейін тіпті жеренді бір енергия қысып баратыр. Сондай, дес алып күшейгендей болып. Сондай, оның енді кереметтері көп. Оның бәрін айтып, біргештеп, тауысуға мүмкін емес. Сол әртүрлі қызықтары болды. Жоғары білімді инженер құрылысшының Қазақстанның ірі жылу электр станцияларын салуда қолтаңбасы бар. Атап айтсақ, Ақсу Күресін, Павлодардың, Қарағандының, Шымкенттің жылу электр орталықтары құрылысына қатысып, басы қасында болған. Шымкент қаласында аттай 20 жыл еңбек етуі өзге елде де өзінің азаматтығын көрсеткенінің белгісі. Теміртаудың ТЭЦ 2-сында Қарағандыда жүргенде, сонда ол кезде бас инженермін, бұл 74-ші жыл. Стан 1500 деген Қарағандыда іске қосылды да, сол бойынша көптеген адамдар үкіметтің наградаларымен марапатталды. Сонда мен тағы да Қызыл ту орденіне, мен өзі главный инженер едім. Документтерін бәрі берілгенде, соны ол жерде мен горкомның обкомына тіскадан өтпей қалдым. Жұмыс жағына келетін болсақ, жұмысқа енді абыройым болды деп мақтануыма болады. Өйткені осы кезінде мені Гусиноозерск, Бурят, Монголия, сонда салынып жатқан құрылыс ТЭЦ-тің бірінші блогы іске берілетін болып, соған Минэнерго СССР, соған начальник штабы қапта жіберді Минэнергоның атынан. Енді ол ендеше жұмысымның бір жағынан жүргені шығар, бір жағынан сенгені шығар. Сондай болды. Оған мен өкпелей алмаймын еді. Сол құрылыс саласында мастерден трес бастығына дейін қызмет атқарып жүрдім. Енді сол 99 жыл осы Павлодарға өз еліме қайтып келіп, Шымкенттен. Сосын осында Павлодар энергострой, біздің баяғы үйренген, сол энергетика жағынан құрылысы ғой деп, солармен келісіп, солар шақырып, сонда директордың орынбасары болып істеп жатырмын. Арасында азаматты елге жерге танытатында отбасы. Отбасын тыл дейтін болсақ, Әнуарбек Мұхамеджанұлының тылының көркі, берекесі жан-жары Ырымкеш апай. Азаматын аялап, отбасын береке бірлікке толтырып отырған бұл кісі 3 баланы өсіріп, келін түсіріп, немере сүйіп отырған ана. Жүрек қалауымен бір-бірін тапқан Әнуарбек аға мен Ырымкеш апай жарастықты ерлі-зайыптылар энциклопедиясының кейіпкерлері секілді бақытты жандар. Менің алдымда жалғыз жұмыс қана тұрды, қызмет қана тұрды. Мен үйдің шаруасымен айналыспадым десем болады. Өйткені ол кезде мен жұмысқа кетіп жатқанда балалар ұйықтап жатады, мен келгенде жұмыстан балалар тағы ұйықтап жатады. Сол ол кезде сенбі жексенбі деген жоқ, тынымсыз құрылыс бітпейтін, бір жағын тапсырып жатсаң, келесі кезегі тұрады тапсыратын. Сонымен солғай жанталас күрес, сондықтан өмір күреспен өтіп жатты. Ал енді үй жағдайына келсем, осы Ырымкеш балалардың бәрін өсіріп, 3 бала біздің үшеуі де жоғарғы білім алды.
2 келін, 3 немере бар қазір. Сондықтан бұл менің үй іші отбасы жағдайында менің жолым болғыш болып тұр. Ақ сәуле аспандай мен таласасың, төгіліп иығыңа қара шашың, жалт етіп қоралай көз қарағанда, жанымның жайлауындай жарасасың. Bir kүй бар домбыраңда тартылмаған, бір сыр бар жүрегімде айта алмаған. Сен үшін келдім сақтап сүйген сәуле, көзіңнен айналайын жалтылдаған. Отырмыз. Әбекеңмен отбасқалы келесі болып 40 жылдығымыз болады. Бірақ мен айтатын ол кісі өте сондай енді балажан. Әлгі орыстар айтады, домашний семьяны өте сондай жақсы көреді. Мен соның бәрін ойлаймын, мына жетім өскен бала сондай болып семьяға тартынады, семьяға, үйге. Өзі кейде әлгі қызметінен шаршап келеді, әрқашанда енді қызмет болғасын өте қиын болады ғой, әртүрлі жағдайлар болады. Сонда өзі айтады, есікті ашып балаларды көргенде, сені көргенде барлық қиыншылығым, барлық сол есіктің артында қалады, босағада қалады деп. Өте сондай енді семьяға жақсы, иә, көңілді. Ешқашанда міне бәлен жыл тұрып жатырмыз, сен деп, бұлай ешқашан бұлай тілін шығарып, бұлай сондай естіп көрген емеспін. Балаларды қайта Әбекеңнен көріп мен қатал ұстаймын. Өзі айтып кетті ғой, әлгі мен жұмыстан келіп атқанда балаларымыз ұйықтап атады, кетіп атқанда ұйықтап атады деп. Өте сирек кей уақытта көреді, командировкада болады. Өзі айтады, мынау уже жүріп кетті, мынау өсіп кетті деп. Қызметін қандай екенін білемін, қиыншылығын білемін. Әрқашанда мен жағдай жасап отырамын. Өйткені келгенде тамағы дайын, уақытын тамағы дайын болсын. Әрқашанда киімі дұрыс болсын. Ешқашанда ешкімде бұлай көзқарасы дұрыс болсын. Бәленшенің енді әйелі какая-анда не ухаживает деп айтады ғой орыстар енді, не следит деп енді. Сондай болмасын деп енді қылшық жолатпай, қыбыр жолатпай солай енді әрекет жасап отырдым әрқашанда. Біз үйленгенде енем сәл кішкене ауырып келді. Өйткені қазір айтады қылтамақ деп, сондай ауыр болды. Мен түскенде ол кісі әжептәуір жүріп жүретінді, сол бір шамалдан кейін ол кісі енді жатып қалды төсек. Мен өте онда жаспын, өзім сол кісіні күттім, өзім анам сияқты. Мен бір жағынан басын жуып, шашын тарап атсам, екінші жағынан анасын бұлай қолына көтеріп, шомылдырып, нетіп, екеулеп соны бала сияқты күттік, екеулеп қолымыздан келгенше ол кісінің. Мен ойлаймын, сол кісінің, ол кісі қайтарында батасын берді екеумізге. Сол батасын алған, сол ойлаймын, осы қазіргі уақытқа, қазіргі қалға келгенім, соның барлығы сол кісінің батасын алған деп ойлаймын. Құдайға шүкіршілік деп айтамын. Сыйды білгенге жасау керек деген ғой, сый жасаған сыйды болар дегендейін. Рымкеш апай ене сыйлап құрметтеген адам. Жап-жас келін болып түскен кезінің өзінде сырқат енесін күтіп алғысына бөлену екінің қолынан келе бермейді. Енесін алақанына салып, сый көрсеткен ананың бүгін өз келіні бар. Сыйлаймыз бәріміз. Қас қабағына қарап отырамыз. Папаның да, маманың да
өзімді жақсы көреді, ешқашан ұрсып ондай несі жоқ. Балдарды да балабақшадан болса да келіп тастап кетеміз. Әрқашан сол балдармен не қылып өзі қала береді. Мамамыз да ешқашан өзіне бірдеме алса, маған да солай екеуміз ене емес, ата емес, папа, мама ретінде бір-бірімізді сыйлаймыз. Әкемізді қатты сыйлаймыз, мақтан етеміз. Әкеміздің әрбір жүріс-тұрысы, сөйлеген сөзі бәрі біз үшін тәрбие. Ол кісі бізге адамдарға қайырымды болыңдар деп үйретуде. Біз сол тәрбиені өмірлік қағидаға айналдырдық. Я Алла, менің қолымнан келетіндей істі атқаратындай қуат бер. Қолымнан келмейтін іске ұмтылмайтындай ерлік бер. Және осы екеуін бір-бірінен ажырата алатындай ақыл бер деп жазған екен Шығыстың ғұламасы Ұлықбек. Бұл данышпандық сөздің төркінінде көрпеңе қарай көсіл дегенді меңзейді. Және шамаңды біл дегенді ұқтырғаны. Ал біз әңгімелеп отырған Әнуарбек Мұхамеджанұлы 8 қырлы бір сырлы жан. Әркім әр жерде болған кезде ой түйіндеп, сол жаңағы көргеннен бір сабақ, көргеннен бір өмірге бір тәжірибе алуда, ол үлкен бір қасиет. Сол біліктілік содан қалыптасады. Біздің бүгінгі күнде ортамызға келіп отырған, бізбен араласып отырған Әлекең жаңағы әлемнің біраз жерін көріп келген азаматтың жаңағыдай біліктілігін, біраз жерді көріп берген жаңағыдай кеңдігін, ойдың соны байқатып жүрген азаматтарымыздың бірі. Сонымен қатар бүгінгіде шығармашылығында сол бір өзінің түйген ойларын жақсы бере алып отырғанның өзі сол жаңағыдай өмірді көп көргендігінің белгісі деп есептеймін. Екінші бір айта кететін нәрсе, мен қашанда өзім азаматтардың бір мәрттік деген дүниесін қатты сыйлаймын. Ол кез келгеннің қолынан кере бермейтін, кез келгеннің жаңағындай пешенесіне жазылмайтын дүние. Соған сол деңгейден ойлаған кезде Әнекең сол бір біздің оңтүстіктегі азаматтардың, қала берді басқа елдің азаматтарымен араласа жүріп, бір-бірін сыйлауда, бір-бірімен түсінісуде, бір-бірімен оқуда жаңағы бір мәрттік, жаңағыдай кеңдік, есепшілдіктен тыс бір жаңағыдай өзінің бір кеңпейілдік таныту осындай бойына жарасымды. Біз Әнуарбек Мұхамеджанұлының еңбекқорлығына таң қалдық. Ол кісі бір бағытпен кете беретін адамдар қатарынан емес екен. Өзі өндірісте еңбек етсе де, өмірде көрген білгенін, көңіліне түйгенін қолына қалам ұстап, қағазға түсіре білетіні керемет. Өмірдегі ешкім байқамас кішкене детальдарды үлкен әңгіме етіп жазуы жаны нәзік байқағыш екендігін көрсетеді. Жазу өнері майдан қыл суырғандай ауыр екендігін біле тұра, шешінген судан тайынбас дегендейін кірісіп кеткен. Ол кісінің шығармалары республикалық жұлдыз, мәдениет және тұрмыс журналдарында жарияланған. Жақында аз күн дәурен әңгімелер жинағы өмір күрес повесі жарық көрмек. Мен өзім осы әдебиет жағына бала кезімнен құмар болдым. Кішкентай кезімнен енді қазақтың бәрінің әдеті ғой өлең шығара бастайтын, сол тыпырлап өлеңді жазып жүрдім, әңгіме де жазып жүрдім. Бірінші әңгімем 58-ші жылы осы Қызыл ту газетіне шыққан. Жазып, сөйтіп сол әкеліп сол жұлдыз журналына көрсетіп едім, солар құптап, басып, тіпті маған не істеп жүрсіз? Мен айттым, семьямды асырап жүрмін, еңбек етіп, бәрін қойыңыз баяғы, біреу артынан байлық қалдырады, біреу артынан мәшіне қалдырады, біреу артынан үй қалдырады, сіз өлмейтін үй қалдыра аласыз деп, таза мені қолдап қойғасын, мен енді сосын жаза бастадым. Солай сол журналда бір жұлдыз журналында үш әңгімем басылды, осы Сарыарқа самалында, және әр жүрген облыстарда менің қазақша, орысша
мақалаларым, публицистикалық мақалаларым шығып жүрді. Жақсымен өткізген жарты сағат жаманның өтіп кеткен ғұмырындай деген емес пе? Міне қадірменді теледидар көрермендері, сіздер жарты сағат бойы энергетика саласының білгірі, жазушы Әнуарбек Балғожинмен бірге болдыңыздар. Кез келген адам ғұмырының бір-біріне ұқсамайтыны тіпті керемет, өмір сонысымен қымбат. Біреу ынтық біреудің түндігіне, біреу разы өзінің тірлігіне, қилы-қилы кереғар мінездер бар, ұқсамайды адамдар бір-біріне.